тәжірибесін көрсететін боламыз сіздерге. Ал Бекет, сен шар өру білесің бе? Жоқ, Бекет, ауызбен емес, шардың өздігінен үрілуі туралы бүгін біздер балалармен тәжірибе жасап бөлісейік. Ол үшін біздерге не керек? Бутылка, Сірке суы, ас содасы, су құйғыш, шар, қолғап. Қауіпсіздігіміз үшін қолғап керек екен. Қанекей, сен қолғабыңды киіп ала ғой. Алдымен бутылкамызды алып, оған сірке суын құямыз. Бекет, сен маған көмектесіп, бутылканы ұстап тұр. Мен жайымен сірке суын құйып көрейін. Енді шарымызға не істейміз? Ас содасын сала ғой. Енді жаймен осы шарымызды бөтелкеге кигіземіз. Бөтелкемді ұстап тұрмын, Бекет, сен маған көмектесіп. Шарымыз ұстап тұру үшін оны жабыстырғышпен жабыстырып алайық. Ал енді шарымыз қалай өрілетінін көрейік. Үрілді, Бекет, шарымыз. Қара, ас содасы мен сірке суының қосындысынан көмірқышқыл газы бөлініп, шарымыз өздігінен үрілді. Мінеке балалар, мынандай тәжірибені үй жағдайында өздеріңіз де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау